Жүрек ауруының белгілері қалай білінеді? Жүрек ауруларының алғашқы ескерту ретінде инфаркт пен инсультті атауға болады. Науқаста бастапқыда мынандай белгілер байқалуы мүмкін. Кеуде қуысы ауырып, жайсыз сезім болады. Қол мен сол жақ иық ауырып, шынтақ, жақ немесе арқада жағымсыз сезім пайда болады. Кейде бет жансызданады, көзі көрмей қалуы да мүмкін. Бұдан басқа науқастың басы айналып, демі жетпей, жүрегі айниды. Жүрек ауруына қандай факторлар әсер етеді? Теледидар көру, ұзақ уақыт теледидар алдында отыру, жүрек ауруы және сал ауруына шалдықтырады. Депрессия, стрессті, агрессивті және депрессияға жиі түсу жүрекке едәуір зиян тигізеді. Қорылдау, бұл ұйқы жайсыздығының жүрекке әсері екенін білдіреді. Жалғыз өмір сүру, айналадағы ортамен араласу адамның денсаулығына да пайдалы. Денеге шамадан артық күш салу. Спортпен шұғылдану кезінде денеге шамадан тыс артық күш салу және толығымен тастап кету де зиянды. Спиртті ішімдіктер. Спиртті ішімдіктердің салдарынан пайда болатын артық салмақтар да жүрек саулығына кері әсер етеді. Тым көп тамақтану. Күнделікті шекерлі сусындардың орнын қарапайым су ішу керек. Нан және ұн өнімдерін азайтқан дұрыс. Шекер, май және калория көлемі тым жоғары азықтардың құнарлығы төмен болады. Темекі. Жүрек ауруының басты себебі темекі шегу. Тұз. Неғұрлым тамақта тұз көп тұтынылса, қан қысымы да арта түседі. Жүрек қантамыр ауруларының алдын алу үшін, жүрек ауруының алдын алу үшін жеміс-жидектер мен көкөністер жеу, диета сақтау маңызды. Болмашы нәрсеге алаңдап ашуланбаңыз. Жиі жүгіріп тұруды әдетке айналдырыңыз. Салмақ қоспауға және өз салмағыңызды сақтауға мән беріңіз. Тым ауыр, шаршататын жұмыстардан аулақ болыңыз. Уақытлы ұйқы және демалуды назардан тыс қалдырмаңыз. Күніне кем дегенде 10 минут таза ауада серуендеу пайдалы. Емделу қажет тістерді емдетіңіз. Көп мөлшердегі майлы еттерді, сүтті тағамдарды тұтынуды азайтыңыз. Консервіленген шұжық, сыр, маринадталған тағамдар, балық, шоколад сияқты азықтарды аз тұтынғаныңыз жөн. Жүрек ауруын өз бетімен үй жағдайында емдеуге болмайды. Кардиолог мамандардың айтуынша, бұл организмдегі басқа аурудың туындауына себепші болуы мүмкін. Сондықтан әр 6 ай сайын жүрегіңізді тексертіп тұрған жөн. Салауатты өмір салтын сақтаныңыздар. Бұл көп аурудың алдын алады. Сіздермен бірге болған 100 жаса каналы. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көптен көп рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар, ауырмаңыздар.